Саламатсыздар ма? Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз мастер-классымыздың алғашқы сабағын бастаймыз. Біздің тігетін көрпеміз, қазір мына жерге суретін бір шығарып жіберейін. Біз осындай көрпе наборын тігіп шығамыз. Бірінші басынан бастаймыз. Құрақтарға именно құрағын құрауға не заттар керек, соларды дайындап, қиып, соларды тігіп шығамыз. Бірінші қию жолынан бастаймыз. Суретті кетіріп алу керек болып тұр. Так, бізге керек маталар. Екі түрлі велюр матасы. Өзіңіз көріп отырғандай, міне. Велюр матасы және осындай ақ сүт деген мата, ақ шыт дейді, ақтық мата в общем. Бұған негізі любой мата жарай береді, қатты және созылмайтын хыбы маталар болса да болады. Бірақ ақ болған енді өзімізге әдемірек болып көрінеді астыда. Және осындай бұрышын салуға бізге диск маталар керек. Оған диск матаға флизелинмен қатайтып аламыз. Бұл диск матамыз біздің өте жұқа болғандықтан осылай қаттырақ флизелинмен қатайтып аламыз. Айта кететін бір жай, флизелин дисктің еніне флизелиннің ұзындығы кетеді, созылып кетпес үшін. Бұл өйткені диск материал бізде созылмалы болып келеді, трикотажный. Енді біз қиюға кірісеміз, сызып қиюға. Бірінші велюр маталарына бастайық. Мен мына ақ шыт сөп матаны уже дайындап қойдым, өйткені бұның ешқандай да оқуы жоқ. 24-24 см қылып, квадрат қылып кесіп аламыз да. Және дәл осылай центрін тауып, ортасын сызып аламыз. Бізге бұл дәл ортасын, құрағымыз қисайып кетпес үшін, ортасын ұстап тұру үшін қажет болады. Сөп матамыз дайындадық, ақ шыт матамыз бояқтық. Енді біз велюр матасын дайындаймыз. Ол үшін біз велюр матаны ұзындығынан сызатын боламыз. Енінен сызбаймыз, ені созылмалы болып келеді. Мына жағы созылмалы болып келеді. Біз бұл созылмалы жағынан қимаймыз. Біз ұзындығынан қиямыз. Ол үшін мен ручка пайдаланамын негізі сызуға. Кейбір кісілері бор пайдаланады, жаңағы сабын пайдаланады. Ешқандай да разница жоқ. Мен ленталардың енін почти 3 см қылып алам, өйткені менің лапкым 0,5 см болғандықтан. Сосын басқа бытовой машинкалардың лапкасына байланысты, лапкалар жалпақ болып келеді, олардың соған байланысты ленталарыңызды сіздерде кішкене жалпақ қылып аласыздар. Мен 3 см қылып алсам, сіздер бытовой машинканың лапкасы жалпақ болғандықтан сіздер 3,5 см қылып алсаңыздар да болады. Немесе сіздер лапкамен дәл шетімен тікпейміз, ол слишком матаға расход десеңіздер, ориентир ұстап отырып, осылай 3 см қылып та кесіп алсаңыздар болады. Және осындай сызғыш болса тіптен жақсы, бүйтіп өлшеп отырып 3 см-ді өлшеп, былайынан әр жерінен, басынан, шетінен белгілеп отырып, осылай белгілеп отырып 3 см-ден сөйтіп не істегенше, сызып алғанша, осындай линейка болса, железный бар, ағаш түрі бар, мейлі қандай түрі болса да, ені 3 см немесе 2,7, 2,8 болса да жарай береді. Осылай сразу сызып шығуға. Мен енді біреуін кесіп көрсетейін, уақытты алмас үшін. Қалған ленталар менде дайын. Ұзындығын біз бір жағынан қалай айырамыз. Соны айта кетем қазір. Ұзындығында бізде түк болады. Оң и теріс болады. Оны қолымызбен білген былай істеген кезінде көтеріліп және түсіп тұрады түктері. Бізде уже осы мата. Және екі түсті велюрді да дәл осылай етіп қиып аламыз. Ақты да екінші өзіңізде қандай түс болады? Менде қазір серый, асфальтный түс болса, сіздерде біреуіңізде қызыл, біреуіңізде жасыл болуы мүмкін.
солай сызып қиып аласыздар материалдарыңызды. Екінші матаны да дәл солай қиып аламыз сызып. Мына жерден болып тастайын үйлерді. Менің қайшым жақсы кесетін болғандықтан мен екі бүктеп сызып, сразу екі бүктеп уақыт алмайын деп екі бүктеп сызып кесіп алам. Енді бізде уақыт шектеулі. Дәл осылай етіп біз қажетті. Егер сіздің кесіп алған материалыңыз жетпей қалса, осылай кесіп, негізі молынан дайындап алған дұрыс болады материалдарды. Себебі без конца қайта айтайын, мен қазір тек бір блокқа ғана жететіндей қылып кесіп алып жатырмын. Ұзындығынан, барлық матаны ұзындығынан кесеміз. Сол жағынан шатаспаңыздар. Ені созылмалы болады. Созылмалы жағынан біз кеспейміз, тек ұзындығынан кесеміз. Мінекей біз дайындап алдық. Екі түсті матамызды және осындай ақ сүп матамызды. Енді біз көзі мен бұрышынан да көп адам қателеседі. Қалай именно маған көп қойылатын сұрақтардың бірі, бұрышын қалай сызамыз, нешеден неше қыл аламыз дейді. Біз бірінші бұрышынан бастайық. Бұрышы бізде 5×5 квадрат циркон. Бұрышын жасау үшін бізге бірінші 5×5 квадрат кесіп аламыз. 15. Міндетті түрде 5×5 кесіп аламыз. Егер сіздердің ленталарыңыз жалпақ болса, мысалы 3,5-4 сантиметрге кетіп қалатын болса, сіздерде бұрыштарыңызды да үлкейтулеріңізге болады. Қатып қалған размер жоқ. Мен өзімнің машинкамның лапкасы жіңішке болғандықтан соған қарай енді жасап жатырмын. Өйткені әркімнің машинкасының лапкасы әртүрлі, сондықтан мен оның бәрін біле бермеймін, әркімдікі болғасын. Өзімнің машинкама жобалап жасап жатырмын. Барлығыңыз осылай. Енді мен диск материалым бітті. Осы мен 3-ші рет түсіріп жатырмын сабақты. Жіберу жолы проблема болып менде. Видеоларды тарату жолы проблема болып жатыр. Өте уақытымның бәрін алды осы видео тарату жолы. Белгілеген жерден кішкене ауытқып жатыр. Енді сырт болғасын көзбен жобалап жатырмын. Және осылай үшбұрыш қылып сызып шығамыз. Сразу сызып алайын. Барлығыңызға түсінікті болу үшін көрініп тұр деп ойлаймын сіздерге. Бәрін сызып отырмай-ақ қояйын. Тез. Мата дайындау жолын 10 минутқа сыйғызып, мен сақтап алуым керек. Уже 8 минут өтіпті. Біз үлгереміз деп ойлаймын. Осылай бірінші 5×5 квадратымызды кесіп аламызды. Квадратымызды кесіп аламыз. Және де енді қараңыздар, үшбұрышты осылай шығарамыз. Екі бұрыштың қосындысы. Мінекей, үшбұрышымыз біздің уже дайын. Бұл бізге бұрыш салуға керек болады. Мінекей, үшбұрышымыз дайын. Фрезелген болғасын бұл қатты болып тұр, ал фрезелген жабыспаса бұл жиырылып қалады мата қиған кезімізде. Дәл солай етіп бәрін кесіп аламыз. Дайын. Енді біз дәл көзіне келеміз. Көзі менде ленталарым 3 сантиметр болса, бізде көзі 4×4 сантиметр квадрат болу керек. Мына матаға сызып алайын. 4×4 қапа. Түсінікті болу үшін атак менде дайын. Бірақ сіздерге түсінікті болу үшін көзді сызып көрсетуге міндеттімін.
әуелі 4 сантиметрден белгілеп, ұзындығынан сызып, енді бұлай квадрат 4-4 қылып, біз бұнымен құрағымыздың көзін жасаймыз. Көрініп тұр ғой, сіздерге. Дауысым естіліп тұр ма? Мінекей біз осындай 4-4 құрақ алдық. Мына жердің дағылмайды, енді неге кетеді? Тігістің астында қалады. Міне осылай біздің көзіміз, барлық материалымыз дайын. 10 минуттан асып кетіпті. Мен тоқтатайын. Ең керекті мата осылар бізге. Ақ сөп мата және 2 түрлі велюр ленталар. Ені 3 сантиметр, ені ақ сөп матам 24-24 квадрат. Оны осылай етіп белгілеп аламыз. Және осындай ленталар дайындаймыз. Ені 3 сантиметрден бәрінің. Және де осындай бұрыштар дайындап аламыз. Дәл көзін дайындаймыз. Ортаға, центрға түсетін көзі. Лентамыз 3 сантиметр болса, лентамыздың ені біздің көзіміздің өлшемі 4-4 болады. Лентадан 1 сантиметрге үлкен болады, яғни. Және бізде осындай көздер. Ой, шатастым мен, көз емес, бұл бұрышқа түсетін бұрыштар. Бұл негізі осындай 5-5 квадрат. 5-5 квадрат болады. Осыларды бөліп, осындай біз 3 бұрыш шығарамыз. Осымен біздің маталарымыз дайын. Енді тігуге кірісеміз.